Көрімдікке қанша саласың, аппақ келін қадірдім, ақ жүзіңді сағындым, батасын ал мұндағы тойға келген қауымның, көрімдігін көрейік азаматтай жарыңның. Ағайынның қадірді, шапалағын жалынды, карантиннің кезінде қаптол тойды сағынды, шын құттықтап кеп тұрмын азаматтай бауырды. Ой, бәрекелді, рахмет, құрметті ағайын. Мен осыған дейін қаншама беташар көрдім, бірақ өзінің келіншегіне ақша салып отқан жігітті бір шет көрмедім. Еще ұялмайды, 20 мың теңге салып, беташардың ақшасы өзінде қалып бітіп тұр ғой. Мен ойладым, мен саған келтір екен деп бар ғой, рахмет деп бүйтіп келіп, домбырамен әдемілеп ашып беріп жатсың ғой деп. Мен солай ойладым, мен ойладым, қалтаңа салып. бітті мысалы, беташар бітті ғой, тұрып қарап бәрі тұр ғой. Дымнан мен түсінбей тұр ғой. Бітті мысалы, не айтарын білмей тұрмын. Оның қасында Тимур жақсы ғой ба? Тимурға жақсы ғой. Мен театрға білмеймін, жүгіріп жүріп бәтір айтып. Өтірік спейс қарайды. Қой, өтірік асың қалды. Қой керек емес, асың қалды. Неандай қалды, неандай қалды. Сен апарайын. От души ғой да, главный, да? Сақырден ұстап қалып жоқ әйтеуір. Құрметті ағайын, ойлап қалмаңыздар, мына жігіттер ақша қымаққан екен деп. Просто действительно керек ақша. Карантин енді Ал жас келін оңды қадам құтты болсын, осымен беташарың тәмам болсын. Әзір ана екі бала тауыпсыз ғой, сөзіңізді тыңдайтын келін болсын. Жаңа келін 10 баланы бірақ тауып, енеден келін озған заман болсын айы. Бақытыңды бағала қолындағы, басындағы бағынды өшірмеші. Әдемі жүк көп шығар сон бәрі, дәл сендердің қасында көшірмесі. Азамат оригиналсың, саған халық илансын. Ойнақтар сені көре алмай, бәрі қиналсын. Сен оригиналсың, таза табиғи нәрсің, жақсы келін болатынына ешкімнің күмәні болмасын, себебі оригиналсың.